Қайырлы күн, қымбатты көрермен. Сіздермен бірге шырағың сөнбесін бағдарламасы тізгінде мен, Ділназ Дидарқызы. Бүгін бізде ерекше подкаст болмақ. Студияда қонақта психолог, биоэнергетик Гүлдана Уәлханқызы. Гүлдана ханым, қош келдіңіз. Қош келдік. Енді бүгінгі подкаст біздің көрермендеріміз үшін пайдалы болмақ деген ниеттемін. Алғашқы сұрағымда психологияға қалай келдіңіз? Біреуді бала арманы алып келеді, ал біреу өміріндегі түрлі сынақтармен, жағдайлармен келіп жатады. Сіз қалай келдіңіз психологияға? Мен бұл психология саласына үлкен бір күйзеліспен келдім. Ол бірінші адам баласында негізі күйзеліс үш жақтан келеді. Ең бірінші маған денсаулықтан келді. Мен қанша жылдар бойы мен ауырдым. Басым тоқтаусыз ауырды. Уақыт өте келе ол нәрсе асқынып кеткен соң, мен жұмыстан шығып бір жолата үйде отырдым. Өйткені менде жұмыс істеуге деген ешқандай мүмкіншілік болмады, денсаулығыма байланысты. Басым тоқтаусыз ауырады, қаншама уколдар салдырдым, қаншама дәрілер іштім. Соңында солай жүрген кезде менде сыртқа шығып жүруге қорқатын едім. Өйткені жүрсем басым айналып құлайтын сияқты дәрежеге жеттім. Уақыт өте келе мен өзім түсінбей, неге менде бұндай болып жатыр деп жан-жағымда адамдарға деген менде өкпе-реніш көбейіп кетті. Сөйтіп уақыт өте келе менде жақын өзімнің бауырым өмірден өткен кезде бұл ауру одан да асқынып кетті. Өйткені күні түні менің ойымнан сол бауырым кеткен жоқ. Сол кісімен көп жаңағыдай өкінішті өмір бұндайлар болған кезде мен өзімді жеп қойдым. Күйеуім жаңағыдай вахтовый жұмыс жасайды. Ол кісі кетіп қалады жұмысқа. Ол жоқ кезде мен олардың көз алдында мен көз жасым көрсете алмаймын ғой. Соны уақыт өте келе ішке тыға бердім. Әрбір менде күнмен балдармен алдансам, түнде өзімнің жаңа айнаға қарап отырам, болмаса өзіме өзім түнмен жылап шығатын едім. Неге бұндай болды, неге бұндай болды деп өз-өзіме жаңағыдай сұрақ қоя бердім да, інім жайлы. Сонымен уақыт өте келе менде күйзелісім күшейіп кетті. Соны бір күні кухняға шығып тамақ істесем, даже кухняға ыстық жерге шығып тамақ істесем, басым айналатын дәрежеге жетті. Ала былай қойғанда. Сөйтіп тамақ істесем, басым айналады, жүгіріп келіп жатам салқын жерге. Тұрсам болды, басым айналады. Уже басым мен айналып қысылады. Сөйтем да жұмыс тамақ жайында қалады уақыт өте келе. Сөйтіп жүріп, енді Алланың кереметі күшті ғой. Мен ойлаймын, енді бір Алла маған сондай бір керемет осындай жол көрсетті. Ойламаған жерден мен білмеймін енді қай уақытта басқаным психолог керек деп бір неге таргеттен өткем да, басқам. Сөйтсем маған тегін вебинарға шақырды. Көріңіз, тыңдаңыз деп. Ананы бірінші кез қарсыласу болды миымда өте. Ол не нәрсе тағы алдайтын нәрсе шығар деген ой болды. Бірақ өте келе мен оны тыңдадым. Енді ананы тыңдаған кезде менде еріксіз көзімнен жас шықты. Ананы тыңдап отырып мен жыладым. Шымкентте мықты психолог Айдана Леспек ханымның тегін вебинарын тыңдадым. Сол жерде менде ерекше бір сезімдер болып мен жыладым кәдімгідей еріксіз. Сөйтіп уақыт өте келе ол бірінші тегін вебинарында тыңдап сатылымға курс шығарды. Енді ол курс алу үшін маған бір ақша көп керек болған екен. Мен оны ала алмай, бірақ 1000 теңге задаток беріп қойдым. Сөйтем де күйеуім айтам, мен алайыншы осы сабақты, ұнады деймін ғой, онлайн. Сөйткенем ақша жоқ қой деді. Жарайды деп неме қоя салдым. Бірақ жан дүнием ананы қалап тұр ғой. Уақыт өте келе сабақты алуға не алдым, екінші күн ба, үшінші күн қайтадан тегін вебинар болды да. Қайтып тіркеліп, қайтып тыңдадым ол сабақты. Ол сабақты тыңдаған сайын менің жаным тынышталады. Менде бір ерекше бір сезім бір пайда болған сияқты, бір ананы тыңдаған сайын менің жаным тыныштала бастады. Сөйтіп сабақты тағы тыңдадым. Тағы да Айдана ханымның өзінің сату менеджер қыздары хабарласты ертесіне. Менде ақшам жоқ қой деп жаңағыдай күйеуімнен асылмадым. Мен енді күйеуімнің рұқсатынсыз мен ештеңе істемеймін негізі. Ол кісі мені қолдайды, бірақ сол кезде мен айтуға қорықтым. Сөйттім да
ана қызбен жаңа сату менеджер қызы әлі сол қызға рахметін айтқым келеді. Екеуміз жақсы сөйлесіп, мен өзім жағдайымды айттым, осындай бауырым өмірден өтті, мен қазір осындай жағдайда жүрмін деген кезінде, сіз алыңыз, сізге міндетті түрде көмектеседі, өміріңізді 180 градус өзгертеді деді. Енді басына сенбейсің ғой, қалқым сиқыр ма бұл деп ше. Жарайды деп сөйтіп ана қызбен сөйлесіп отырып, рассрочкаға күйеуіме айтпай, жаңа жерде кредитке алдым. Енді мен үшін 300 мың ол кезде көп ақша, жұмыс істемеймін, сонда сенесіз ба? Мен пособияма сеніп, ананы рассрочкаға сатып алдым. Сөйттім да, тәуекел еттім ең бірінші енді өмірде. Енді одан алдыңғыларда болды, бірақ сол кезде мен күйзелістен шығуымның жолы бұл тәуекел етуден басталды. Сөйтіп 300 мың сол сабақты сатып аламын. Уақыт өте келе кеш болады. Кеш болған кезде енді күйеуіме айтуым керек қой, мен сабақ алдым деп. Мен жасырын істеген емеспін. Айтуым керек, ананы ұрлық істегендей болып тұрмын да күйеуім алдында. Күйеуіме айтамын да, мен осыны сабақ алайыншы десем, ой, ақша жоқ қой, ана мынау деп маған айқайлайды. Сосын маған психолог керек деймін ғой. Білемін ғой жағдайымды. Сөйтсем, менің ғой саған психолог дейді да күйеуім. Сөйтем да қатты ренжимін да, ашуланам. Күйеуіме айттым, мен уже сатып алып қойғам сабақты дедім. Дейді, сатып алып қойғам мен сабақты деймін. Сөйтем да ашуланады жаңағыдай. Ақшаны қаяқтан алдың, рассрочкаға сатып алдым дедім. Айттым, егер мен бұл сабақты оқымасам, мен білмеймін өмірім қандай болатынын дедім. Мен дедім, қазір сені жек көремін дедім. Тура осылай айттым күйеуіме. Маған екі кішкентай қызым болды, біреу 2-ден асқан, біреу 4-тен асқан. Маған осы екеуінің өмірі ғана қызық, қалған қызық емес дедім ғой. Мен енді бұл екеуін тудым, үлкен үшеу өсіп отыр. Кішкентай екеуін тудым, сонда мен ауру болып қалсам, бұларға кім қарайды ертең? Менің бала шағам, маған өмір маңызды. Мен олар бір зат емес қой, туып мен әкеп тастап кете бередім. Мен солар үшін күресуім керек дедім күйеуіме. Сөйтем де жаңа жерде сабақты сатып аламын, жарайды деді. Уже мен жылап жібердім ана жерде. Күйеуім көніп, бірақ сөйтті де маған жарайды оқысам оқы деді. Ал содан жаңағыдай дәптер сатып алдым, тапсырманы бәрін күнделікті орындадым. Басында бір 10 сабаққа дейін менде сәл қиындық болды. Бір оқыдым, екінші мәрте қайтадан оқыдым жаңа сабақтарды. Өйткені берген тапсырманы үтір нүктесінен орындап отырдым. Менде өзгере бастады. Бір күні жайлап айнаға қарасам, мен көзім ашылған ғой. Тұңғиыққа батып кеткен гүлдананың түрі жаңағыдай. Жаман гүлдана, көзі жайлап айнаға қарасам, көзім ашылып. Мына жерде спальныйда күйеуім жатқан, атып тұрып күйеуіме қараймын да жаңа жерде. Қарашы, мен көзім ашылған. Иә дейді да, күйеуім де уже байқады. Енді ана жерде жаным тынышталып отыр ғой. Сөйтіп тоқтамай оқимын, сөйтіп жүремін жаңа жерде. Уже білмеймін енді өзіме деген бір не болды ма, тісім емде төңгерек болды. Сөйтіп стоматологқа баруым керек, үйден шықсам, бір қанат жалаған құс сияқты ұшып бара жатырмын. Анау басымды көтере алмай жатқан гүлдананың басы қойып, қанат жалап, құс сияқты өзімді сезіндім да. Жаңа жерде жүрсем, бір жерде емес, бір аспанда ұшып бара жатқан сияқты сезінемін. Сөйтем да тісімді емдетем, уақыт өте келе тапсырманы орындай бастаймын. Сөйтем де өзім мектепке жұмысқа кіруге сөйлесіп қойғам. Пәлен уақытта кірес деген күтіп жүрмін. Бірақ ана сабақты да қосып оқып жүрмін. Сөйтем де бүйтем ғой жаңа жерде. Мен арманым жаңа психолог болу, бірақ бір сезім болды, бірақ әлі өзім сенген жоқпын. Енді сөйтем да мектепті күтіп жүремін. Енді Алланың бұйырған күні болады. Асықпай қоймын, мен мынаны оқып алайын деген да. Сөйтем да жаңа жерде уақыт өте келеді, сентябрь болады. Қыркүйек ай. Сөйтеді қыркүйекте жұрттың бәрі жұмысқа кіріп отыр ғой. Мен әлі отырмын, психологияны оқып. Ал ешқандай шақырту жоқ жұмысқа. Сөйтіп сентябрь өтеді, документім бәрі дайын. Тесттің бәрін өтіп қойғам. Сөйтем да сентябрь бітеді, октябрь айында уже мен шыдамым таусылды. Сөйтем да бір іште бір энергия пайда болады, мен білемін өзім. Тамақ істеп жатқан кезде энергия қызады да қайтып басылады. Қызып барып қайтып басылады. Уже үйге сыймай бара жатырмын. Сөйтіп енді уже мына көзім ашыла бастады ма, Инстаграмнан мен сабақтар бүйтіп қарай бастадым. Қарасам, Қуаныш Сонбайдың прямой эфирде сабағы болып отыр екен. Ананы тыңдаймын. Екі қызым үстіне ары бері өтеді. Мен ананы қойып қойғам телефон. Олар біреу сүт дейді, біреу туалет дейді. Сол қыздармен алысып мен ана сабақты оқимын.
олар телефонды бер дейді, мен көрем деймін. сөйтіп жаңағы сабақты көрген кезде айтады сол жерде, осындай Шымкент қаласынан Бекқараева Бота осындай жақсы, осы 2 миллион табыстан 20 миллион табысқа шыққан деген. Ана қызды қарасам, таныс аты. Дауысын тыңдасам, таныс. Қарап іздедім ана қыз. Инстаграм ғой, қазір дамыған заман. Инстаграмды іздесем, жаңа баяғыда екеуміз әріптес болған, бір колледжде жұмыс жасағанбыз екеуміз. Сөйтіп екеуміз декретке қатар кетеміз, ол да кетеді, мен де кетемін. Сөйтіп уақыт өте келе, Құдайды көрдіңіз ба, қанша жылдан кейін екеуміз қайта табысып тұрмыз да. Ана қызға звондаймын. Бота осындай. Ол мен сұрап таныды ол да. Енді 3 жыл ма өтіп кеткен қарада. Сөйтем де сол қызбен сөйлесем, мен саған барып жолықсам бола ма деймін. Иә, келіңіз дейді. Артық ештеңе айтқан жоқпын. Білмеймін, маған сояққа қарай тарту болды. Екеуміз осы уақыт белгілейміз, сөйтіп пәлен жерге келіңіз, мен барам дейді. Жарайды деп екеуміз кездесеміз, екеуміз сөйлесеміз. Ана қыз көріп, мені көріп таң қалды ғой. Сіз кәдімгідей өзгеріп кеткенсіз ғой деді. Баяғы Гүлдана басқа Гүлдана айналған деді. Екеуміз сөйлесіп отырамыз, мен оған барам, бірақ мен психолог боламын деп ойлаған жоқпын, бірақ мен барам, маған бір жол көрсетші дедім. Шетелден товар әкеліп сатармын. Білмеймін, сенің маған жол көрсетші деп, білмеймін, бірінші Алла шығар. Алла ғой, бірінші сол жолға алып барған. Ол қыз айтып отырды, Гүлдана ханым, мен сізге психолог болуды ұсынамын деді. Сіздің характеріңіз соған келеді деді. Сөйтіп менің өзімнің жаңағы мықты Шымкентте Анжела Темірбек қызы, сол кісінің сабағын алыңыз дейді. Документальный, жаңағы ертең күні психолог болып адамдармен жұмыс жасай аласыз деді. Сізге соны ұсынамын деді. Сөйтіп ойландым енді ол кісілерден білімін жоғары сатады ғой психолог. Сөйттім да ойланып отырдым да жарайды дедім. Екінші тәуекел жасадым сол жерде. Осы психология келудің. Сол жерде жаңағы бәрін келісіп, жаңағы қызбен договорға тұрып, сол Анжела Темірбек қызынан білім ала бастаймын. 2 айдай сол кісімен жұмыс жасаймын. Енді ана іштегі энергия, менде миым ашылады уже. Анжела Темірбек қызының алдына барған кезде. Айдана ханның сабағын алған кезде менде энергия пайда болғанымен, екінші тәуекел жасағанда менде ми ашылады. Былай екеуміз былай сөйлесіп отқан кезде, ана адамның миын сезе беремін да, уже ана адамнан негатив көп па, уже ана адам ми ауыра береді. Сөйтіп, жаңа ұстазымен жұмыс жасаймын ұзақ уақыт. Сол кезде ең бірінші ол кісінің терапиясын өткен кезде, мен үйге барып демаламын, азанда ұйқыдан тұрған кезде, мен бір ерекше сезіммен оянамын. Сөйтем де білмеймін, менен бақытты адам жоқ қой. Бір түс көремін, түсінде бір керемет сезім пайда болады менде. Азын ұйқыдан тұрамын да, сразу Анжела ханымға жазамын. Ұстаз, мен өз миссиямды таптым деймін ғой. Бұл менің миссиям екен деймін да. Жаным тынышталды да. Білмеймін, бір жан тыныштығын сезім сол кезде. Сөйтіп ұстазымен солай жазып жіберемін, сөйтіп ол кісімен жұмыс жасаймын, 2 айдай. Сөйтіп жүрмін, миым ашылады, автобуста кетіп жатсам да қасымдағы адамдарды сезіп қоямын. Біреумен осылай сөйлесіп жатсам да уже ми сезе бастаймын. Жаңа білмеймін, менде бір сондай қасиет оянады да. Уақыт өте келе Анжела ханым айтты, Дана, сен егер мықты психолог болғың келсе, тағы да білім алуың керек. Тағы да басқа ұстаздармен тағы жұмыс жасау керек деді. Сонымен жарайды дедім да, енді Алланың кереметі күштілігі, Инстаграмның дамыған заманы қазіргі кезде. Телефон қарап жатам, үйге барып, 1-2 күн өте ма білмеймін. Осындай жаңағыдай шәкірт тәрбиелеймін деп, Әйгерім Абдықұлова деген бар, Шымкенттің мықты биоэнергетикамен ұстазым ол кісіде. Сол кісі несі шығады, ана ұнайды, білмеймін, тартылыс күш болады. Сөйтіп жаңағыдай сату менеджер қыздар звондайды, солармен сөйлесем, ол жерде тәуекел жасаймын да, білмеймін, анаған барсам мен миым тынышталатын сияқты сеземін. Сабағын алам, пәлен күні келіңіз дейді, бар болса екеуміз кездесеміз. Ол кісі полный маған кәдімгі өзінің бір жаңағыдай ойын оқитын осындай ерекше қасиеті бар. Екеуміз сөйлесіп отырамыз да, ана жерден шыққаннан кейін менің көзім шайдай ашылып, миым тынышталады. Әшейін осылай сұхбат екеуміз болып жатыр. Шыққаннан кейін менде бір өзгеріс пайда болған сезе бастадым. Үйге келем уже басқаша бір. Білмеймін неғып екен. Сөйтем да, сол кісінің сабағын сөйтіп айтады, сен әлі неяқта сабағын бітпеген, мен Анжела ханыммен. Сол енді толыққанын бітіріп кел, сосын менімен сабақ өтесің дейді. Менікі 1 апта болады дейді. Жарайды деймін да. Анжела ханыммен сабақтың бәрін өтіп, емтихандарын тапсырамын. Ол кісінің сертификатты алып, Әйгерімге барамын ғой. Сөйтем да Әйгерімге барып, Әйгеріммен 1 апта жұмыс жасаймын. Енді өте күшті терапиялар өтеді ол жерде. Өте түп санасынан қопарып жүрді.
енді ана жерде мен шегеге де тұрдым, түпкі сана терапияны мидың ішіне онымен де жұмыс жасадым. Сөйтіп менің сол жерде анау миым ашылып кеткен, енді биоток, ана іште энергия жанып тұрды, сол биоток маған сыймай бара жатыр екен да. Қолымнан биотогымды ашып жіберді ол кісі. Өзінің алдында өзім сезіп жүрмін, ана жерде менде биоток ашылады. Әйгерім Абдықұлованың терапиясынан кейін. Сөйтем де менде бір ерекше, білмеймін, бір тылсым дүниенің бар екенін уже сезе бастадым. Кәдімгідей сезе бастадым. Сөйтем де Әйгерім сабағын алып болғаннан кейін біраз уақыт адам жайлап, адамдармен жұмыс жасай бастадым. Бірақ әлі қатты ашыла алмадым, бірақ сөйтіп жүр уақыт өте келе мен сол Әйгерім терапияларын алып жүрген кезде, білмеймін, менде бір қатты ауырдым. Өте қатты ауырып, өзім түсінбеймін. Дене температурам көтеріледі, қайтып басылады. Температурам қайтып, өстіп бір 3-4 күн ауырам. Сөйтіп жүріп, қайнатам қайтқан күннен Құран оқытуға ауылға барам. Енді келін болғаннан кейін, кейінді міндетін атқарайын деп барам жаңа жерге. Сол кезде ауырсам да барам, бірақ ауырып дәрі ішіп аламын, қайтып жұмысымды істеймін. Ол күшейіп кетті ме білмеймін. Сөйтем де жаңа жерде бір күн 2 күннен кейін мен Шымкентке қайтам. Үйге келгеннен кейін орнымнан тұра алмай қаламын. Сөйтіп больницаға алып барады. Больницаға алып барған кезде маған врачтар кор деген диагноз қойды. Сіз міндетті түрде больницаға барасыз дейді. Мен ана ескіден оқшым кетіп қалдым. Больницаға барам, 4 аяқтап кіріп, мен есімді кислородпен жатамын уже. Мен Алланың бір тазалануы дейді онда. Сонымен больницаға барып жатқаннан кейін мен басым ауырған қоймады. Дәрі салды, бірақ есімді жинадым, 1 апта жаттым. Сөйтіп үйге шығып келдім. Үйге шығып келгеннен кейін мен білмеймін, енді жаным тыныштық әлі керек болып тұрған шығар деп ойлаймын да. Жаңа жерде Инстаграмнан Аманжол Рысмендиев бар ғой. Сол кісінің сабағы шығады ғой. Мен күзде бір барып қатысқам, бірақ толық қатыспай кетіп қалған басында. Кейін мына сабақ келеді, сөйтіп осындай. Сөйтіп оны ақшам жоқ, жаңа жұмыс істемеймін ғой, өзімен алысып отырмын. Сөйтіп Каспиретпен аламын ғой. Каспиретпен жаңа жерде сабақ сатып аламын. Сатып аламын да, саған баруым керек енді. Әлсіреп жатырмын өзім. Енді ана аурудан кейін өзіңді жеңу деген ол қиын да енді. Жеңесін уақыт керек та. Сөйтем де ауырып жатсам да сабақты сатып аламын. Сөйтіп жүргенде менен күйеуіме жығады. Күйеуім жұмыстан сұранып, ол келеді үйге. Сөйтіп ертесіне күйеуімне айтамын, мен осы сабақты алған барайын ба деймін. Мен ақша сатып алдым, барсай дейді. Жарайды деймін, Аманжолдың сабағын алдым, бардым, қатыстым. Ана қатысқан сайын мен жаным тынышталып, ана алған білімімше жаным тынышталып. Сөйтіп жүріп Аманжолдың полный курсын сатып аламын мен сол жерде 1 апта. Ана оттан өткізіп жатады ғой, соны өттім ғой мен. Енді басына оттан өту деген мен үшін қорқыныш болды, бірақ қорқынышымды жеңіп тәуекел еттім. Ол жерде үлкен тәуекел жасадым өмірде жаңағындай. Сөйтем де тәуекел етіп, жаңа Аманжолдың сабағын полный сабағын 1 этап, 3 этап болады. Барлығын өтем 1 аптаның ішінде. Сонда әр істің бір қайыры бар дейді ғой. Сонда күйеуім ауырып жұмыстан келгенімен ол мені күнделікті Аманжолдың сабағын апарып әкеліп отырды. Сөйтіп Аманжолдың сабағы бітеді, менде бір көзім шайдай ашылып, бүкіл қорқынышым артта қалып кетті. Сенесің бе, сол кезде жаңағындай бір жер от жағып болған, сол жерге шақырды ғой, бүкіл терапия өтеді. Сөйтіп жаңа оттан өту керек болады. Менің алдымнан бір арыстан тұрған сияқты сезіндім да өзімнің. Бір өлімге қарама-қарсы келе жатырмын ғой. Сөйтем де тұрғызып қойды, 11 адамбыз. Жаңа жерден өткен кезде көзім шайдай ашылады да. Бір ерекше өмірге деген құлшыныс пайда болады менде. Сөйтем үйге барам да уже жаңа бастама не жасауым керек. Сонша сабақты мен алып алдым. Мен неге мен шықпасқа дедім да, сонымен тәуекел етіп күйеуіме айттым. Маған соңғы мүмкіндік бер дедім да. Маған офис ашуым керек, мен халықтың алдына шығуым керек дедім да. Сөйттім да, күйеуіме айттым, жарайды деді, ол бір жерден ақша тауып берді маған. Уже кредит те бермейді маған банк ше, уже алып алып қойған, біліммен алып алып біткем. Миым бәрі толып тұр. Сөйтем де жаңа офис ашып, кабинетке адам қабылдай бастадым. Ең бірінші мен тегін қабылдадым. Тегін таргетке жіберіп, тегін консультация қабылдадым. Одан кейін терапияны 5 мыңнан бастадым. Сөйтіп адам қараған сайын менің жаным тыныштала бастады. Сөйтіп жайлап адамдардың денесіне қолын қойсам, сезе бастадым. Бір айтады, қолын қойсам, келген адам айтады,
менің жаным рахаттанып отыр сіздің қолыңыз тиген сайын дейді да. Сонда барып түсіндім ғой, сонда менің алақанымда бір ерекше бір тылсым дүние бар ғой деп ше. И ананы қойған кезде уже миыма сигнал келеді, кәдімгідей. Миым қысылады қатты. Мен қолымды бүйтіп қоямын да, ана кісімен 2 сағат жұмыс жасаймын, биоток жіберіп отырып. Ана кісі ішіндегісін бәрін айтады, ебіл-дебіл жылайды. Енді жаны ауырған, қай жер ауырған, бүйтіп алақанмен тауып аламын нәрсені шықты уже. Бүйтіп алақанды қойсам, уже бүйтіп мен сеземін адамның қай жер ауыратын. Сөйтемін, көп адам оны түсінбейді енді, ол не нәрсе деп. Сөздің шынын айтайын, бұл осы былай жұмыс жасап жүрген кезде, осылай күресіп жүрген кезде, менің қасымда тек жолдасым ғана сене бастады, күйеуім. Басқа бір адам маған сенген жоқ. Бауырларым да, әкем де, шешем де, туыстарым да бұл не істеп жүр деді ғой барлығы. Өйткені енді түсінбейді ғой оны. Енді бірден қарапайым болып жүрген Гүлдана неге бұндай нәрсеге айналысып кетті? Бұл не істеп жүр өзі? Болатын нәрсе ме, болмайтын нәрсе ме? Деді, сонымен мен де қайтқан жоқпын, уақыт іспен дәлелдеймін дедім. Іспен көрсетемін барлығын. Уақыт сәті көрсетеді, бәрін бір Аллаға тапсырдым дедім. Бірақ күйеуім маған көп қолдау жасады. Енді бірінші Алла, екінші әйтеуір сол қасымдағы күйеуімнің маған берген сенімділігі күшті болды да. Сөйтіп біреу бірдеңе айтса болды, күйеуіме звондап жылаймын. Үйде болсам, ол айтады, Гүлдана, мен саған сеніп тұрмын, мен саған қолдау беріп тұрмын, сен тек алға қарай ұмтыл. Болды деді. Сөйтем да күйеуімнің сол бір сөзі мен үшін үлкен мотивация. Керемет. Иә. Солай өзімді жеңіп, соған уақыт өте келе, осылай адам қабылдап, қазіргі таңда менде уақыт, күн, сағат менде бос емес. Жетісайдан, қаланың түкпір-түкпірінен, осы Алматыдан да барып емделіп жатқан жандар өте көп. Осылай мен өзімді тапқан, осылай өзімді шығарған адаммын. Күшті история. Сізді осындай нәрсеге алып келген негізі тоқтаусыз білім алуыңыз сияқты. Қазіргі кезде де көп қой адамдар депрессияда, стрессте жүрген. Біз бала кезімізде өкінішке орай бұндай сөздердің мағынасын да білген жоқпыз, бірақ қазір кішкентай баланың өзі де осы сөзді біледі. Енді адамдар сізді күйзелістен шығарған білім, ал тағы да бұның қандай жолдары бар? Адам қалай күйзелістен шығады? Күйзелістен шығудың екінші жолы ол жаңағыдай отбасылық күйзеліс дейді ғой, күйеумен ара қатынас. Сол бір күйеуімнің изменасы болды менің. Иә. Енді 20 жыл өмірімді арнаған менің күйеуім маған басынан бір сойғандай өте бір сондай қиын жағдай болды. Ойламаған жерден мен ол кісінің соткысын ақтармаймын негізі. Мен бұрыннан айтатын күйеуіме, мен сені аңдымаймын да, мен сені артынан іздемеймін да, бірақ бәрін Аллаға тапсырғам. Менің 5 бала шағам бар. Егер де аяғыңды бір былай басып, бір өзің бір қателік жасап жүрсең, оны Құдай маған өзі аян береді. Өзің кеп түсесің. Мен сені аңдымаймын дейтін. Сөйтіп, психологиямен айналып жүрген кезде, жаңа жерде телефоны менің төсегімде жатады да, ол ұйықтап қалған. Түнгі сағат 2-3 аламда енді бүйтіп қояйын деп тұрам да, просто көре салайыншы енді дедім да, ашып қарадым да, қарасам бір номер ғой. Звондаған, ол номер мен бұрыннан білем. Бірақ оған ашылып айта алмайтын да. Жауып қалады, сөйтіп жүреді. Ана жерде тұрам да, күйеуіммен. Ұйықтап жатқан жеріне тұрғызам ғой. Тұр. Не мынау? Бұл бітпейтін номер, бұл айналып келген осы бір номер. Бәрін маған айтасың деймін. Ол шегі жетті дедім. Сонымен боласың? Менімен боласың бірге. Менің өмірім саған ойыншық емес дедім. Бұрындар мен білсем де айта алмайтын, өйткені мен өзіме сенімділік жоқ еді да, қорқатын едім. Мен бір қорқыныш бар шығар деп ойлаймын, мен қазір ойланған кезде да. Сөйтіп жаңа жерде күйеуім тұрғызып аламын да, айт деймін. Сөйтіп ол кішкене кайфы бар, жарайды айтып беремін бәрін саған деді. Екеуміз отырмыз, енді бәрін айтты маған. Қанша жылдан бері сөйлесіп, қалай онымен кездесіп жүрген барлығын айтты. Мен ана жер басым, енді біреу бір мұздай суды менің үстіме сұғып жүргендей болды. Мен қасында жүрген
сеніп жүрген адамым маған соны иттік жасаған кезде мен өзімді қоярға жер таппай кеттім. Өте қатты. Ол шындық кәдімгідей. Мен содан екеуміз таң атқанша екеуміз менікі енді өйтіп айқайлап ұрысқан емес. Мен көршілер де маған қызық болмай қалды. Мен айқайды бастым. Не бұл? Сонымен екеуміз біраз жерге барамыз. Сөйтеміз де ол кісі уақытымен жұмыс істейді дедім ғой. Сөйтеді де жаңа жерде киім кешегін алып, неғып ұрсып ол жұмысына кетеді. Мен қалдым бала шағаммен. Сонымен сол жерде сөйтіп ол үйіне кетеді. Үйіне мамасы мен інісі бар. Сөйтіп апаммен мен ешқашан айтқан емеспін. Мен күйеуім осындай. Біздің ұрысымыз біздің өзіміздің спальнямыздан шықпайтын бұрын. Осы жолы мен енеме айттым. Десем енем бірақ сезіпті, маған ұрыс болмай жатып маған жазып жіберді. Екеуміз ұрысып жатқанымды біледі. Апам айтпай жатып, апам өзі жазып жіберді. Гүлдана, тыныштық па? Мен бір түс көрдім деп жазып жіберді. Апа, тыныштық емес дедім. Біз өстіп қырылып жатырық дедім. Сөйтіп шет жағын жазамын да апама жіберемін. Бұл ар жағы ештеңе айтпаймын. Күйеуім мамасының қасына барғаннан кейін апама звондаймын енеме. Ішім күйіп бара жатыр ғой енді мен. Апа, осындай, мен сонда өмірім не болды? Мен 5 балам тағдыры не болды? Бұл үйтіп тағы да басқа бөлім жүретін болса, мен не ұстап отыр дедім. Мен босатсын дедім, мен жіберсін. Мен 5 баламен күнімді көремін дедім. Сөйтіп енем қатты жылады. Сөйтіп баласына қатты ренжіді. Енді отбасылы болсын, неше түрлі тағдыр болады ғой. Ол кісінің де басқа өзіне жететін қайғысы бар. Бізге үлкен удар болды. Сөйтіп айтты, күйеуім айтты, егер Гүлдана кететін болса, мен өлем деді. Егер Гүлдана кететін болса, мен өлем. Мен апарып көме сал деді. Енді сөйтем да жаңа жерде қоямын. Күйеуім енді ана жерде өзін қоярға жер таппай кетті. Білді уже өзінің несін қате істеген. Сөйтіп екеуміз жұмыста жүр. Сонымен жаңа білмеймін, сөйтіп жұмыс, енді психология сабағын көп қойым жинастырып, оқуға келмейді уже, шамам келмейді. Бір аптадан кейін уже мен күресуім керек. Өзімен жұмыс жасауым керек. Енді жаңа жерде сабақта еркектер не үшін измена жасайды деген тақырып бар. Енді ол оған жеткен жоқпын әлі, бірақ соны қопарамын ғой барып. Еркектер не үшін измена жасайды? Ана жерде тыңдап отырамын. Бәрін тыңдаймын жаңа жерде. Сөйтсем жаңа еркектер, әйел адам өзін бағаламаған кезде, әйел өзін ойламағанда, білмеген кезде, көңіл бөлмей, басқамен алысқан кезде еркектер измена жасайды екен. Сөйтем да жаңа жерде өзім бүкіл қателігімді көрем. Сөйтем да қателігім бәрін көріп өзіме жұмыс жасаймын да. Уже күйеуім жұмыстан келу керек, уже 2 апта өтті. Күйеуім жұмыстан келу керек, өзім қамшылаймын жаңа жерде. Сөйтем де енеме звондаймын. Апа, мен кешіруге тырысамын күйеуімді. Мен 5 баланы әкесіз өсірмеймін. Мен күйеуге ажырасу үшін тиген жоқпын. Мен бақытты болу үшін тигем. Дедім. Мен негізі менің миымда ажырасу деген өте қарсы тұратын нәрсе. Мен ажырасу жек көремін негізі. Адам күйеуге тидің ба, бақытты болу үшін күресуің керек. Қандай жағдай болсын, күресу керек. Сөйттім да мен неге 20 жыл бойы өмір сүрген адамды, 5 баланың әкесін неғып көшеде біреуге берем дедім. Не үшін беріп қоямын мен осындай әп-әдемі күйеуімді дедім да. Сөйтем де енеме звондадым да, апа, мен кешірем, бірінші Алла, екінші сізге де айтып жатырмын. Енем бақ жылап жерді телефон ар жағында. Сөйтіп екеуміз екі жақта жылап отырып қой, енем ар жақта, мен бер жақта. Енеме өте күшті жақсы тұрамын. Сөйтем де жаңа енем екеуміз сөйлесіп, балам деп бәрі ақылын айтты, сөйтіп кешірдім деп жаңа жерде өзім босаттым. Сөйтім де күйеуім вақтыдан келді, сөйтіп қабылдадым. Болып бірінші кезде бірақ сразу есім жинап аламын да жоқ. Мен өзімді дамытуым керек, өзімді өсіруім керек. Деймін де жаңа жерде өзіммен күресем, сөйтем де күйеуіме как бола, жаңа кәдімгідей өміріміз қайтадан наоборот жаңа жағына, жаңа бақытқа қарай бет алды. Керемет. Солай өзімді күресіп, бала шағамды бақытты балалық шағын өткізгім келді. Олар, мен жыласам, олар да жылайды ғой. Сол үшін, баласының айнасы. ол менің әрбір көз жасым ол балаға өте ауыр тиеді. Сөйттім да жаңа жерде балам мен бала шағамның бірінші, екінші өзімнің қателігімді мойындап, барлығын кешіруге
күйеуімді қайтадан жақсы көріп жаңа өмір бастауға міне менің осы измена алып келді. Кішкентай кезімде 5-ші сыныпта сахнада ақштап Бақтыгерееваның өлеңін оқығаным есімде. Сүйем деген жігітті жек көрмеңдер, өзі сүю қыздардың соры ғана дейді ғой. Қазір қыздар өз таңдауына қол жеткізіп жүрсе де, жаңағыдай өкінішке орай ажырасу оқиғалары өте көп. Бірақ оған дейінгі кезеңде айтайықшы, мүмкін таңдаудан жаңылысқан да шығар. Қыз бала өзінің сүйген жарын қалай таңдау керек, оның мінезін қалай тану керек. Өкінішке орай көп ұрыстың өзі мінезден шығып жатыр ғой. Осы жөнінде не айтасыз? Иә, енді алған білімдерім көбісі мен білім өзім енді өмірлік өткен өмірімді алып қарасам, алған білімімді қосып айтсам, ең бірінші адамды бақытты өмір сүру үшін де, бай болу үшін де білім. Білімнің 10% миыңда болса, саған жетеді. Соның 100% адам болатын болса, 10% білім, 40% ол біздің мінезіміз. Біздің мінезіміз дұрыс болған кезде, біздің өмір сүруіміз дұрыс бола бастайды. Егер де мінезіміз не болса соған ашуланып, көңіл күйіміз болмай, кінәні біреуден іздесек, бізде өмір сүру қиын болады. Жаңа қазіргі жас кезде ажырасу өте көп өмірде болып жатыр. Өмірге жеңіл қарайды. Ондай ажырасам деген өткенде де маған келді осындай адамдар. Мен сол кезде айттым, ажырасуға асықпа. Сен бірінші өзің терапиядан өт дедім да. Сосын барып айтасың ажырасу дедім. Сол кезде терапияға кіріп, әйел өзін тауып шықты. Қалай тапты айтайын ба? Өзінің көкіректік мінезін, күйеуін менсінбегені, ештеңеге шүкіршілігі жоқ, аузына келген оттағаны, барлық қателігін әйел түсінді. Сол сияқты көп адам ажырасу кезде біреуді кінәлап, ажырассам мен жеңілдеймін деп ойлайды. Ажырасқан адам ол өмірден жеңіледі. Енді түсінем, бір күйеуің наркоман болып жатса, бір алқаш болып жатса, одан енді ештеңе шықпайды ғой деп, енді ондай кезде енді адамның өзінің таңдауында. Ал әп-әдемі күйеуің тұрып жаңағыдай. Жай бір материалдық жағдайға, жай бір ұрыс-керіске ажырасып кету. Өмір болған соң өмірде барлық идеальный болмайды. Мысалы, менің өмірімде де болды, газге спешка жоқ, жағатын күкірт жоқ. Сол кезде де мен ажырасқан жоқпын ғой. Оны Құдай әйтеуір жеткізді. Міне менде де болды, менің өмірімде де болды. Жоқшылық, квартирада тұрдым, өте балдарым кішкентай. Сол кезде де мен сабырлықпен жеңе бастадым. Қазіргі жастардың көбісі, мен оны басқа жақты намай қоймын, өзім жан-жағында жүрген адамдар сабырсыз. Түбін қопарғысы келмейді. Бетіндегісін көргісі келеді да, болды. Кім жаман, бай жаман. Мысалы, мен ажырасып кетсем болады еді сол кезде. Дұрыс па? 4 жыл бір әйелмен жүріп, связда болған еркекті кешірмеймін мен деп, мысалы, ойбай ажырасам десем, мен де ажыраса аламын. Қол қою қиын емес қой, бар қағазға жазасын, кетесің. Ал мен де соны жеңдім ғой. Мен де күрестім. Мен біреуден іздеген жоқпын да, мында. Мен өзімнен іздедім да. Өзіміздегі қателікті мойындаған кезде ғана біз өмір сүруіміз жеңіл бола бастайды да. Ал соны мен айтқым келеді. Біреуден қате іздеп, біреуді қазбалағанша өзіңмен жұмыс жасап, ажыраспаудың жолын іздеу керек. Өмір болғаннан кейін бірде бар, бірде жоқ. Соның барлығын көтер алу керек. Адам ең бірінші күйеуге тиетін кезде, ол әрбір жас қыздың құлағын алтын сырға, күйеуге тиюді бір байлыққа емес, бір махаббат болады, дұрыс. Бірақ сол махаббаттың түбінде мен бақытты болам деген нәрсе тұру керек. Мен бақытты қалайда, мен барлығын күресіп, мен сол бақытқа жетем. Мен өзімнің бақытым үшін күресем деген сөз тұру керек. Сонда ғана сен бақытты бола аласың. Енді ажырасу болса, кінә бір жақтан емес, екі жақтан да болуы мүмкін. Ер адамды құлдырататын, әйелді құртатын не нәрсе деп ойлайсыз? Дұрыс айтасың, ажырасу ол бір жақтан болмайды. Әйелі күйеуінен болмайды. Ол екі жақтан бірдей болады.
Бірінші айтайын, ер азаматтар жауапкершіліктен қашады. Жауапкершіліктен қашып, семьясын асыраудан ол қатынды алады да, біреудің әп-әдемі қызын үйіне алып келеді. Жаңағыдай той болады, той болу оңай, үй болу қиын дейді ғой, жаңа үйлену оңай, үй болу қиын дейді ғой. Сол кезде жаңағыдай бәрін жеңіл қарайды. Үйленсем бәрі керемет болып кететіндей. Ол үйленіп алған екен, ар жағын ойлау керек. Соны көп жігіттер, ер азаматтар жауапкершіліктен қашады. Баланы туғызады, сөйтеді да, пәлен уақыттан кейін мен пәленшені жақсы көріп қалдым деп басқа біреудің қойнына кетеді. Енді сол әп-әдемі қызды жаман қылған кім? Еркек өзі барына шүкіршілік жасай алмай, әйелінің сондай әп-әдемі әйел қызды сондай нәрсе жеткізген, ол ер азаматтың жауапкершілік жоқтығынан. Екіншіден, әйелге байланысты, бұл өзінің өмірінде де болып жатыр. Әйел адам жаңағыдай ажырасам емес, жаңағыдай өзін бақытты қылам деп бару керек дедім ғой сол әулетке. Сол әулет соның әулет екенін біліп, сол өмірмен күресу керек. Жаңағыдай күйеу қандай жағдай болса да күресіп тырысуға әрекет жасау керек. Сонда бір-бірін кешірімді болған кезде ол жерде үлкен махаббат болады. Ол жерде үлкен бақыт болады. Ал егер кешіре алмай, маған өстіп айтты, әшейін сөз үшін ажырасып жатқан адамдар өте көп. Егер ол сөзді көтере алмаса, күйеуге тиюдің қажеті жоқ. Күйеуге тидің ба, сен күресуің керек. Ол үлкен жауапкершілік. Сен күйеуге тигеннен кейін бала туамыз. Дұрыс па? Ол баланың өмірі ойыншық емес қой. Баланың өмірі үшін әрбір жан, ер азаматтарда, әйел адамда күресу керек. Қашанда бір-бірімен кешіріммен қарап, әйеліне деген көңіл аударса, әйел күйеуіне деген мейірімін беріп, махаббатын сыйлай алса, бұл жерде бақытты отбасы бола алады. Сол үшін ұрыспай тұрып, күйеуге тимей тұрып, үйленбей тұрып, ең бірінші жауапкершілікті алу керек. Әйел де, еркек те. Сонда мықты отбасы болады. Керемет. Подкаст алдын таныстырғанда биоэнергетик маман деп айттым ғой. Енді энергиялы әйел деген кім? Энергиясы бар әйел дегенде кімді елестетуіміз керек? Мен энергиясы бар әйел деп өзінің өмірін биікке қойып, өзінің махаббат үшін күрес алатын, өзінің бақыт үшін талпына алатын, өзін дамытудың жолына түскен адам. Екіншіден, мен өзімді айтайын енді, мен әке-шешем алдында бақытты қыз ретінде болғым келеді. Бақытты қызбын да, ата-анамның алдында. Олар ата-ананың разылығы, ол Алланың разылығы дейді ғой. Ата-анам разы болса, мен қашанда жолым ашық болады. Ол кісілердің қашанда батасын алып отырамын. Осы жолға келетін кезде де, осылай кабинет ашып жұмыс жасаған кезде де, мен өзім ата-анамнан, атам өмірін өтіп кетті, енемнен бата алып, кабинет ашқам. Сол үшін ең бірінші менің тұратын қазір ата-анамның бақытты қызы болғым келеді. Менің қызым осындай дәрежеде, осылай жұмыс жасап жатыр деген сияқты ата-анамның мақтанышы болғым келеді. Екіншіден, ата-енемнің адал келіні. Ата-ененің адал келіні болғым келеді. Адал келінмін де, Құдайға шүкір, енем үшін Жанпида. Енемді қатты жақсы көрем, құрметтеймін. Атамда енді өмірін өтіп кетті, өте жақсы кісілер. Сол кісілердің адал келіні. Үшіншіден, жаңағыдай жақындарыма қашанда қолымнан келген көмекті беру. Төртіншіден, енді ол өзім отбасым, күйеуімнің қасында адал жар болып, сол кісінің қашанда, әйел адам ер азаматтың қисық қабырғасын жаралған дейді ғой. Сол ер азаматтың қасында бірге бақытты болу, бақытты адам, бақытты отбасы. Ал балаларым алдында бақытты ана болу мен үшін
керемет. Энергиясы мол әйелдің сипаты дейсіз ғой. Иә, энергиясын мол әйелдің сипаты осы. Энергияны қашанда тасып, өзіңмен күресіп жүретін болсаң, ол бүкіл жақсылық саған келеді. Бүкіл жақсылық ол өзінен өзі саған тартылады. Иә. Енді бағанағыдан бері әңгімемізден бір ене мен келіннің арасында керемет гармонияны байқап отырмын. Бірақ өкінішке орай қазір көп қыздар тұрмысқа шықпай жатып енемен тұрмаймын, тұрмысқа шыққандар біздің ажырасуымызға енеміз себеп болды деп жатыр. Сондай бір әйел аналарға, сондай мүмкін аудиторияға не айтасыз? Мен айтқым келеді, ең бірінші адамның өзіне байланысты. Енең жақсы болсын, жаман болсын, ол өзіңе байланысты. Келін ененің топырағынан. Иә, келін ол енем, мен өзім айнам бұл. Егер мен енеммен жақсы тұрсам, ол кісі мені жақсы қабылдайды. Енді келін болып келгеніме 20 жылдан асты ғой, 21 жыл биыл. Бір базарға барып баяда апам екеуміз киім алып жүрсек, енді апам мынаны киесіз, сонда сатушы апайлар айтады маған, сіз қызысыз ба деп маған. Жоқ, мен келінімін десем, ана жерде апайлар таң қалады. Бірінші рет көріп тұрып осындай адамды тап ше. Айтқым келеді, енемді өте қатты жақсы көремін, өте қатты құрметтеймін. Енді болды ғой жас кезде, болады жаңағыдай бірдеңені дұрыс істемей қаласың, балаң болады, басқа болады, сол кезде сөйлейді ене болғаннан кейін. Жат жерге сіңісу де оңай емес. емес. Жат жерге сіңісу де оңай емес. Ене болған соң сөйлейді. Сөйттім да, сонда көз жасы, жылайсың ғой енді, көз жасым сығып алып, сүртіп алатын едім да, сиырымды сауып, ешкімді сауып, ата-енемнің қызметін жасап, кірімді жуып, тамағымды істеп кете беретін. Мен енем ұрыстау деп, мен тырысып бүрісіп, барып бөлмеме жатқан адам емеспін. Мен өзім, значит, мен дұрыс істемей жатқан шығармын, может. Деймін да, қателікті өзім іздеймін, бірақ енді ол кезде психолог емес едім, бірақ сол кездің өзінде мен бір талпыныс бар, иә, бір талпыныс бар, бірақ мен неге апамен ренжимін, может дұрыс емес шығар, ене болған соң сөйлейді ғой деген ой болады ма, білмеймін. Сол кезде енді апам сөйлесе де жаңағыдай көз жасым сығып алып, атам сөйлеген емес, атам қашанда қолдап, енді ер азамат, сондай бір, білмеймін, атам өте жақсы көріп, сөйтіп постоянно қолдап отыратын. Енем жаңағыдай анасында сығып алады, көз жасым, мен де сығып алып, ары жұмысын істеп кете беретін. Иә, солай өзімді талпынып, содан күйеумен де ара қатынасым дұрыс болды. Сонда біз күйеуіміз екеуміз ұрыспаймыз, негізі көбінесе күйеумен әйел ұрысып отқан кезде ене келіп түседі араға. Біз күйеуіміз екеуміз ұрысатын кезде біздің қасымызда ешкім болмайды. Біз ұрыспаймыз да даже ше. Болды кейін, ондадандай спальныйдан шықпайды екеуміз. Бұш болды, қайтып жабылады. Былай естен шыққан кезде екеумізден бақытты адам жоқ қой. Содан кейін шығар, менің күйеуім екеуміз арамызға ене түскен жоқ. Иә, сол сияқты ең бірінші келін болсын, мені тыңдап жатқан егер ене болсын, келіні егер дұрыс қарым-қатынас болмаса, ене өзінен көру керек. Ал егер келіні дұрыс болмай жатса, жаңағыдай ене дұрыс болмай жатса, келін кінәні өзінен көру керек. Сонда ғана бұл жерде жақсы қарым-қатынас болады. Ал энергиясы мол әйел туралы айттық қой, энергиялы әйел өзінің күйеуінің табысты болуына әсер ете ала ма? Әрине әсер етеді. Қалай әсер етеді? Мысалы, менің өмірімде болды жаңа күйзеліс кезінде, бізде айтыватырмын ғой, күйеуім жаңа тапқан табысы, білмеймін қанша тапса да берекесіз болып кетті. Әдемі үйіміз бар еді, оны да сатып жібердік. Білмеймін, сол бір күйзелістің кезінде қалай сатылып кеткенін де білмеймін. Енді сатамыз деді, сатсақ біз бір солдан құтылған сияқты әйтеуір. Сол кезде мен күйзеліске түсіп кеткен екенмін. Кейін өзім зерттей келе. Сөйтіп күйеуім табыс әкеледі, бірақ ақша жетпейді. Сөйтіп жүрген кезде түсіндім, әйел адамның энергиясы төмендеген кезде еркекке біз энергия бере алмайды екенбіз да. Негізінде психологияда айтылады, әйел адам ер азаматына да береді энергияны, бала шағасына да береді. Егер де ер азаматқа біз энергияны дұрыс бере алмасақ, ер азаматтың жұмысы кейін қарай кетеді. Сол үшін мен әрбір клиентіме де айтам, келген кезде жүрген жерінде де айтам, достарыма да айтам.
әйел адамның энергиясы шуақты болып жарқырап тұрған кезде ол ер азаматтың табысы көбейеді. Қанша ақша аз болсын, көп болсын, ол ақшаның берекесі бола бастайды. Ал былай деп жатады ғой, әйел ерінен артығырақ табыс тапса, ер адамның потенциалы азаяды дейді. Әйелдің тапқан 100 000 теңгесінен еркектің тапқан 100 теңгесі артық деп жатады. Осы туралы не дейсіз? Иә, өте күшті сұрақ бұл. Әйелдің табысын бір берекесіз етіп қою ма? Қандай нәрсе айтасыз? Енді мен ойлаймын, жұрт қалай айтса да, мен өзімнің ойымды айтайын. Мен енді күйеуім екеуміз тапқан табысымыз бір жерде тұрады, бір үйге жаратылады. Ол менен жасырмайды, мен одан жасырмаймын. Екеуміз бір жерге қойып, менің ақшам, сенің ақшаң деген болмайды. Мен енді күйеуім осы қойын асырап келді, бала туып отырдым, үйде отырдым, мысалы ауырып отырдым деген сияқты. Сол кезде бүкіл менің жағдайым жасаған жолдасым. Енді қазіргі таңда ол кісі де жұмыс жасап жатыр, мен де жұмыс жасап жатырмын. Тапқан табысымыз бір жерге түсіп жатыр. Аз болсын, көп болсын. Соны айтқым келеді. Біз көп әйелдер жаңағыдай ер азаматтан көп ақша тапса, өзін жоғары қояды ғой. Иә. Ол дұрыс емес. Соның өзі де бір ажырасуға келіп жатқан сияқты. Мен сенен көп тауып жатырмын. Менің табысым мынандай. Өзім де ала аламын, бриллиантты өзім де ала аламын. Өзім ала аламын. Егер де сөйтетін болса, ол әйел адам өзінің жолын өзі жабады. Ең бірінші жаңағыдай күйеуінің разылығын алып, қандай жағдай болса да, сен табысың табатын болсаң, ол берекелі болады. Жаңа жерде айтты ғой, күйеуінен көп тауып менмендік болып кететін болса, сол бір кезде көп табуы мүмкін, сол уақытта күйеуін менсінбей жаңағыдай. Бірақ арты бір басқа нәрсе. Артында бір қиындық, бір күні болмас бір күн келеді да. Ол ақша қайырсыз болуы мүмкін. Ол ақша қайырсыз болуы мүмкін. Өйткені ол жерде күйеу ырза болып тұрған жоқ қой. Аллах тағалам өзі айтады ғой жаңағыдай, әйел адамды ер азаматтың қабырғасын жаралған деп бекер айтпаған. Сол үшін мен өзім қазір қашанда қандай жағдай болсын, күйеуім алдында өзімді екінші орында, өзімді төмен тұрамын. Қанша ақша, мен одан көп табайын, аз табайын, мен солай өзімді қабылдаймын. Дұрыс. Енді энергия туралы оралсақ, тақырыпқа энергиямызды жағып жіберетін пайдасыз әрекеттер қатарына нелерді қосасыз? Иә, энергия барлық адамда болады негізі туылған кезде. Пайда да бар, 24 сағат кедейде бар, иә? Пенсионерде де бар, иә? Барлығымызда бар уақыт. Энергияны мен айтайын сізге, бай адам өзінің уақытын тиімді пайдаланып, өзінің дамуына салады энергиясын. Ал кедей адамдар энергияны байға қарағанда көп жағады. Неге? Өйткені ол адам біреудің сыртынан өсек айтады отырып, біреуді жамандайды, біреудің артын қазбалайды, болмайтын нәрсемен жұмыс жасайды жаңағындай. Сөйтіп көп ұйықтайды, тамақты көп жеп жаңағындай. Не десем болады, негатив нәрселер көп істейтін адамдар ол энергияны көп жібереді деген. Ал байлар өзінің уақытын да, энергиясын да тиімді пайдаланғаннан адам содан дамиды екен. Менің көзім соған жетті. Оны мынау айтатын ұстаздарымнан білім алдым. Сол кезде де тыңдадым. Былай қарап отырсам, өзімді зерттей келе, өзімнің өмірімде сол нәрсені практика ретінде көрдім. Тура сол жаңағыдай, мен қазір біреуді өсек айтпақ түгіл, мен уақытым жоқ. Өсек тыңдауға уақытым жоқ. Өйткені менде даму. Мысалы түнде келдім Алматыға, қазір ұшып келдім, ұйықтадым, өзімен жұмыс жасадым. Былай қарай осыға келдім, қазір түсірдім. Мен қазір барам, кешкі асым ішемін, қайтып самолетпен кетуім керек. Азанда менде отбасының жаңағыдай кішігірім үйде жұмысым бар. Одан кейін менің келетін адамдарым бар офиске, терапия өтетін. Олармен жұмыс жасаймын. Сол сияқты менде әр сағатым, әр уақытым мен үшін бағалы. Менің айтып қазір біреуді өсек демек түгілі, өсек тыңдауға мен уақытым жоқ. Сол үшін әрбір адамға айтқым келеді, оны мен историяма да салам, инстаграмма да салам. Өсек айтқанша өзің дамыт. Күйеуіңді жамандап, жырлап, 10 сағат жаңағыдай жамандап отырғанша өзің дамыт. Ішкі сезіммен жұмыс жаса.
өз өзіңді бағала, біреуді кінәлағанша өзіңді дамыт. Әрбір адамның өмірі, тағдырына өзінің авторы дейді ғой. Иә. Өз кітабын өзі жазады әркім. Иә, әр кім өз өмірінің өзінің авторы. Сол үшін қандай өмір сүріп жатсақ та, жақсы болсын, жаман болсын, бар болсын, жоқ болсын, оған әрбір адам өзі кінәлі. Сол үшін кінәні біреуден іздемей, өзіңнен іздеп, өзіңді дамытуға кеңес беремін. Бәрі өзімізге келіп тіреліп жатыр, иә, артында. Енді осыдан бірнеше ай бұрын біз ашпай қалыппыз, ол хатты көрерменнен келген екен. Қазір психологтарға баратындар көбейіп кетіпті ғой дейді. Ата-анасын қабылдай алмай жатыр. Ата-анамды қалай кешірем деген сауалмен бара жатыр. Осы ата-анасын, тағдырын қабылдамау туралы не айтасыз? Мүмкін сондай адамдар сіздің де алдыңызға келген шығар. Иә, маған көп келеді. Ата-анасын қабылдай алмайтын адамдар өте көп. Терапиядан кейін олардың сезіну де, ойлау да басқаша болады. Жалпы ата-анаға ренжудің өзі дұрыс па? Дұрыс емес. Айтады ғой, ата-ананың разылығы ол Алланың разылығы дейді да. Ата-ананың разылығын алған адам ол үлкен жетістікке жетеді. Айтады ғой, ата-анадан алғыс ал, қарғыс алма деген сөз бар, иә, қазақта. Сол алғысты алуға асығуымыз керек. Менде болды жаңағыдай, Аманжол Рысмендиевтің сол бір сабағында маған ол да бір күшті не, аналарыңызға ертең азанға дейін 101 роза апарып табыстап құттықтап қайтасыздар деді. Кешке айтты бізге, азанға дейін. Ойла, 12 сағат па уақыт бар ғой, 10 сағат, 12 сағат. Сөйтем де жаңа сабақтан шығам, ана гүлді қалай апаруым керек. Өзім Чиментте тұрам, Сарыағаш пен Жетісайдың ортасында мен әке-шешем сол жақта ауылда тұрады. Сөйтем де жаңа жерде күйеуімді келмен әкететін болады, жаңа жерде күнде алып кетіп жүрді. Күйеуім келеді, енді айтуға бірінші кезде сескеніп тұрмын, бір айтуым керек енді, айтпасам болмайды. Айтамын, осындай бізге Аманжол мырза бізге тапсырма береді. 101 розаны анаңа апап сыйлайсыңдар, видеоға түсіріп маған көрсетесіңдер дейді ғой. Сол жерде жаңа жерде 101 розаны алам деймін, бірінші кезде ой деп машинам жарамай жатыр, анау жерден апармайсың ба деймін. Менің көңілім қимайды. Жарайды дейді да. Жерге жарты жолға барып қайтып гүл сататын жерге барамыз. Жетеміз, үйде бала-шаға 3 қызым қалған, балам тағы бір жақта ошым. Сондай болып жатыр енді, ойламаған жерден жарайды дейді. Жетеміз жаңа жерде гүл сататын жерге барып 101 роза алам. Бірінші рет өмірімде гүл. Енді былайша апарасың, гүлдің орны басқаша екен. Ана 101 роза деген ол ерекше екен. Мынандай гүл. Сөйтіп аламын да машинаның саламын, күйеуіме айтамын. Енді не болса да осыны апарып келейік. Ол тапсырма ретінде беріп тұр маған Аманжол. Сөйтем де жаңа жерде інеме звондап айтамын, мен бара жатырмын. Ол шок. Шынымен келе жатсың ба Гүлдана дейді. Иә, келе жатырмын. Келін больницада. Бір айтпа деймін, мамама, папама айтпа. Жарайды дейді. Ініме айтам, есік жауып, осыны ашық қой, біз барамыз деп. Сөйтіп түнде летіп сағат 2 сағат, 2,5 сағатта біз үйге кіріп барамыз. Сөйтсем, анам жаңа жерде кухняда аяғын суға салып отқан екен. Әкем іште жатқан екен. Бізді көріп шок. Ана гүлді алып кірем, енді анамның сезімін айтып жеткізе алмаймын. Сол былтыр інім өмірін өткеннен кейін енді ол тас түскен жеріне ауыр дейді ғой, әсіресе анаға қиын ғой. Енді жаралы жүрек ана гүлді көріп көзінен жас шықты ғой, жылап жіберді. Сөйтіп жаңа жерде анамды көріп мен жыладым, мені көріп анам жылады. Сөйтіп жаңа гүлді беріп, әке-шешем басына отырып, біраз шай ішіп, түнгі сағат 12-де бері шығып кетемін қайтадан. Сөйтіп мен келе жатқан кезде енді ол ерекше сезім. Бірінші Алла, екінші жаңағыдай не десем болады, өзінің сондай бір табандылығым ба, қайсарлығым ба, сол түнделетіп анама гүл апардым, ойламаған жерден. Қайтарда менен бақытты адам көрген жоқпын. Сол кезде бар күйеуім айттым ғой, рахмет саған дедім. Мен осылай әкеліп, менің анама гүл сыйлап, мен түнделетіп осылай әкелгеніңе саған Алла разы болсын дедім. Сөйтіп күйеуіме үлкен алғысымды айттым. Сен дедім, жұмыстан ауырып келгенің бір қайыры осы болды.
мені түнделетіп анама гүл сыйлауға алып келдің. Сол кезде ерекше жаңағыдай күйеуімді енді кезінде істеген жаңағыдай әрбір нәрсесін сол бір ұмыттырып жібереді. мені сол бір нәрсе, сол бір істеген оның маған рахмет, не десем болады, жақсылығы күшті болды да. Сөйтіп күйеуімді сол жерде толыққанды кешірдім мен. Сөйтіп жаңа үйге сағат 2-де 2:30-да келдім. Тағы берген тапсырмалар бар, орындап қайтадан жұмысқа Аманжол мырзаның сабағына баруым керек. Қайтадан жаңа жерде орындап ұйықтамай азында барамын жаңа. Сөйтіп жүріп Аманжол мырзаның сабағын алып, сол кезде мен түсіндім, Алланың разылығы ол ата-ананың разылығы деп. Солай мен анамды қуантам деп, жаңа Аманжолдың тапсырмасын орындап дайым деп жүріп, жаңа анамды қуанттым. Сол кезде мен жүрегім кеңейді. Айтады ғой жаңа, қанша дүние тапсаң да Алла сенің пейіліңді алмасын деп. Сол пейіліміздің жайын кеңейді, одан да кеңейіп, адамдарға деген жақсылық істеуді одан да күшейді да менде. Сөйтіп, сол күні менен бақытты адам болмай қайтқам. Солай ата-ананың разылығы, сол қашанда әрбір адам бақытты болам десе, жаңағыдай бай қуатты болам десе, жұмысын алға бассын десе, ең бірінші ата-анасын кешіріп, сосын бар жұмыс жасауға кеңес беремін. Өйткені ата-анасы кешірген әрбір пенденің жолы ашық болады. Менің әрбір келген адамдарда көбісіне сондай жағдай кездесті. Мен соларға айтамын, қандай жағдай болса да сен ата-ананы таңдаған жоқсың. Ол Алланың бергені. Ата-анаң қандай болса да сен қабылдауың керек. Жақсы болсын, жаман болсын, ол сенің анаң, сенің әкең. Сен сол жерден шықтың. Деп мен көбісіне солай айтам. Егер сен ата-анаңды сен қабылдамасаң, ертең сенің де бала-шағаң сені қабылдамайды. Ол өмір алма кезек. Егер сен бақытты болам, бала-шағамды осындай рахат көрем дейтін болсаң, сен бірінші ата-анаңа қызмет жаса деймін да. Сол үшін айтқым келеді, әрбір адам өзінің бала-шағасынан жақсылық көрем дейтін әрбір жан өзі ата-анасына жақсылық істесін деймін. Ата-анасына ренжіп жүргендер мүмкін өздері әлі ата-ана болмаған адамдар шығар, иә, олар әлі жаңағыдай өмірге жеңіл қарайтын адамдар ғой. Болмайтын жерден сылтау іздеп жаңағыдай. Мен ата-анам өзін бір стресске түсірген ата-анасынан көріп, иә. Мысалы, маған келеді жаңағыдай, мен осындай жағдайға түскеніме ата-анам кінәлі дейді да. Ой, сен ата-ана сен өмірін сүріп жатқан жоқ қой деймін да. Сен өз өміріңді өзің сүріп жатсың ғой. Ата-ана сені өмірге алып келді, сені өсірді, қақты, бақты. Ал ары қарай алып кете алмаған, ол өзің кінәлісің деймін. Ал мысалы менде сол ата-анама өкпелеп, мен осындай күйеуім осындай жүрді, ана үйтті, мына бүйтті деп отырсам, ата-анам маған өзің таңдаған жолың ғой дейді ғой. Сол үшін мен ата-анама түфәй осы оқайын айтпаппын, жылап, еңіреп, менің осындай болып жатыр, менде мынандай жағдай болып жатыр, ақшам бар, ақшам жоқ деп айтпаппын да. Мен қашанда жоқ болса да мен ата-анама бар деп айтатынмын. Өйткені олардың көңілі тоқ болып отыру керек. Олар бақытты баласы бақытты болған кезде ол ата-ана да бақытты ғой. Сол үшін мен қашанда өзім бақытты болуға итермелейтін да. Сол үшін айтқым келеді жаңағыдай, әрбір адам бақыт үшін күресіп, ата-анасының разылығын алған адам, ол үлкен жетістікке жетеді. Керемет. Енді күшті әңгімелер болды. Подкастымызды қорытындай түссек деймін. Қазақта 4 құбыласы тең әйел деген бар. 4 құбылан тең болсын деп те жатады. Осы сипаттағы әйел кім? 4 құбыласы тең әйел деп кімді айтамыз? 4 құбыласы тең әйел, ең бірінші айтып жатырмын жаңа, ата-анасы разы, ата-енесі разы, бауырларына мейірімді, жанашыр, туған туысына қашанда қолынан келген көмегін беріп, солардың қуанышын бөлісе алған, балаларына жақсы ана бола біліп, оларға қамқорлық жасай алған адам. Жолдасының разылығын алған. Жолдасының жақсы жаңағыдай күйеуінің қасында өзінің
бақытты сезініп күйеуінің разылығын алған адам ол 4 құбыласы тең әйел деп айтқым келеді. Керемет. Гүлдана ханым, бүгінгі подкаст үшін алғыс айтамыз. Өте бір өзекті тақырыптар, жан тебірентерлік әңгімелер қозғалды. Подкаст ұнаса лүпіл басып пікір жазуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.